Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай ерекше дәмді әрі тез жасалатын салат түрімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті заттар: ананас, сыр, аздап тұз, піскен жұмыртқа, чеснок, майонез және піскен тауық еті. Тауық етін осылай сақтап турап аламыз. Ананасты да төрт бұрышты етіп сақтап тураймыз. Жұмыртқаны теркадан өткізіп аламыз. Және сыр мен чеснокты да теркадан өткізіп аламыз. Сырдың жарты бөлігін ішіне қосамыз, жартысын бетіне себеміз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Қалған сырды теркадан бетіне өткіземіз. Бетіне әдемілік үшін грецкий орехты үгітіп сепсе болады. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Және келесі рецепттерді көру үшін қоңырау белгісін басып, все дегенді таңдаңыз.